Арнайы құрылған жұмыс тобы облыстың әлеуметтік экономикалық деңгейін анықтау мақсатында балалар мен әйелдер арасында зерттеу өткізбек. Осы мақсатта мамандар тұрғын үйлерді аралап, сауалнама жүргізеді. Дүние жүзінде мұндай зерттеу 5 жылда бір рет өтсе, Қазақстанда мұндай шара осымен 3-ші жыл ұйымдастырылып отыр. Мультииндикаторлық кластерлық зерттеу деп аталатын бұл сауалнамаға тұрғындардың іріктелініп алынған бір тобы ғана қатысады. Супервайзер, редактор, өлшеуші және 4 интервьюер үйді аралап тұрмыс деңгеймен танысады. Тамақтану, бала өлімі, иммунизация, контрацепция, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткіштері бойынша талдау жасайды. Кейін барлық ақпарат статистика агенттігіне жіберілмек. Организована команда. Арнайы комиссияда 7 адам бар, олар халықтың тұрмыс деңгейін анықтайды. Қорытынды нәтиже үкіметке жіберіледі. Мультииндикаторлық кластерлық зерттеудің маңызы зор. Бұл арнайы сараптамалық жұмыс Петропавлда өзекті мәселелерді анықтауға септігін тигізбек дейді мамандар. Зерттеу кезінде белгілі болған мәлімет үкіметке әлеуметтік экономикалық салаға қатысты тиісті шараларды қолдануға мүмкіндік береді. Бүгін бұл топ алғаш рет Петропавлда жұмысын бастады. Алайда тұрғындар тарапынан оған қатысуға ниет байқалмады. Многие отказывались, но дело в том, что мы призываем всех. Мұндай шаралар облысқа қажет, оның арқасында үкімет түрлі бағдарламаларды жүзеге асырмақ. Сондықтан халықты бұл шараға қатысуға шақырамыз. Зерттеу барысында әлеуметтік сала бойынша 25 көрсеткішті анықтау қажет. Бұл статистикалық көрсеткіштердің жартысынан астамы. Жоспар бойынша арнайы құрылған топ ауданда да жұмыс істемек. Барлық нәтижелер қараша айының соңында белгілі болмақ. Аманжол Нұртазин, Жанара Дулатова, Ерлан Қалиев, Ақпарат.